Так, көпшілік адам осыған тутор сұрады. Мына бізде прозрачный көрінетін шланга, скотч, пышақ, зертханалық пышақ, зажигалка и 2.05. Мен бірінші кішкентаймен жасап көргім келіп отыр, потом асықпай үлкенмен жасаймын. И мына бізде қандай клей дейді, осындай клей қажет, атын ұмытып қалдым. Бірінші 2.05 литрлік баклажка аламыз и біреуін түбін осындай домалақты ғана тесеміз, екіншісінің түбін полный кесіп тастаймыз. Сосын мына екеуін ашып, екі жағын ашып, қазір бір-бірімен бұлай біріктіріп, скотчпен орайтын боламыз. Бұл бірінші. Физизизизика, 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 физизизизика. Біреуін кестім, екіншісін бай тесті. Және мынау біздің бағана прозрачный шлангымыз бай кіру керек қой, спокойно ше. И сосын мына жағын біз клейлеп тастаймыз. Енді келесі нәрсе, біз мынау клей арқылы, не клей атын ұмытып қалдым ше. Осы клей арқылы мына екі шетін істейтін боламыз, былай салып біріктіретін боламыз бір-бірімен қазір. Осыны көресіздер. Физизизизика, 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 физизизизика. Енді клеймен жабыстырдық, сыртын скотчтадық. Енді не істейміз? Мынау бағанағы шлангымыз бар ғой, осыны аламыз да, мына түбіне саласыздар. Түбіне салып қоясыздар осылай. И мынау жан жағын мына клеймен ұрамыз. Не істеп қалмас үшін. Үшін ауа өтпес үшін. Жан жағын осылай орайсаңыздар жеткілікті. Дұрыс дедім мен. Осылай салсаңыздар жеткілікті. Одан кейінгі жұмыс, алдыңғы видеода көбісі ескерткені, мәкәс қатып алсын. Енді мұнан түбі бізде кепті. Сосын алдыңғы видеода айтқандай, бізде мұны түбі жағы оралып қалғандай майысып шық. И үстіне оралғамыз, айналдырып. Примерно осындай. И кішкене қалдырып зажигалкаға салатын бөлігі. И мына шеті бізде бүйтіп майысып қалды деп алдында айтқан, қазірде майысып қалыпты. И осы жағынан мұқият болыстыр ғой. Мына бос жібердім. Мына қайтадан өз орнына келді. Көп комментарий осы жағы айтты. Мына істедім. Енді не істейміз? Мына шетін кесіп аламыз. Сонда бізде осындай не болды? Осындай болды ғой. Енді осыны орап шығамыз. И сон кейбір видеоларда көрдім, скотчпен кішкентай ұстатқызып қойған домалатқан кездегіші. Мен де қазір солай жасайтын боламын. Физизизизика, 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 физизизизика. Мына қошаттым, айналдырдым, и мына аяқтарға скотчтар қойып қойдым, түсіп қалмас үшін. И осыны зажигалкамен алдыңғы неден қалғанға тәжірибеден басын алып тастағам, тек қана осындай домалақ қалуға жет. Осы домалақты келесі ұшынан не істейсіздер, саласыздар былай. Осындай зажигалка жақсы екен, бас салынатынша. И сосын до конца салмайсыздар ғой, тек қана үш жағына салсаңыздар жеткілікті, видеода көрсетіп тұрғандай. Осындай зажигалка табуға тырысыңыздар, Қазақстан басы да оңай алынады, и домалық. В общем, зажигалкадан басында бір тұтатып тұрады, тырс деп шоқтасап ше, и сондай ішінде болғаны жақсы зажигалканың. Сонда жақсы болады. Бізде өткенде 2 рет атылды, яғни 10 рет атқан соң ғана ше. Бірақ та тек қана сәтсізін ғана біз TikTok, Instagramға салдық. Енді қазір осыны жасап көретін боламыз. Бізде дайын болды. Енді мынаны қудыртып былай жабыстырып қойсаңыздар да болады. Мен олай істегім келіп тұрған жоқ. Кәдімгі осылай ұстап тұра беремін, былай айналдырып ше. Осылай қазір атып көретін боламыз. Енді тексеріп көрейік, ол үшін мындай бүкіл жерде стаканды қолданып отыр ғой, стаканды қолданайық.
Осыны қазір атып көреміз. Бірінші неше түрлі видео көрдім енді, сәтті шыққаннан кейін. Бірінші газ жіберіп тұру қажет еді. 10 секунд газ жібереміз осылай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тоқтатамыз, енді атамыз. Бірден шықпайды бәрі ше. Так, онда 20 секунд жіберейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Енді атып көрейік. Йооо! 20 секунд ұстауға жетті екен. Болды.